Звондады емес пе, сізге қанат менің орынбасарыңыз бардады. Келдік кетті. Мындан кісіге барған еден қандай көмек болады екен? Айналайын дедім. Түсініп отырмыз барлығын. Таңденді күні маған келеміз, біз сізге жеңілдік тауып береміз дедім. Сол екі ортаның ішінде, 2-3 күн ішінде сіз арендаға берген иесін таптық. Теплокомен шештік. Кредит жағынан шешіп отырмыз нетейінде. Сіз оны білмейсіз енді. Мынауыз іштекең жатпайды ма? Бүгін істеп отырғаныңыз? Бүгін істеп отырмыз, түсініп отырсаңыз, все. Оформляйте по полной программе. Смотрите, что еще. Сделайте опрос вообще, кто там, по гостям, по всем, да? По гостям, по всем. Кім келді екен? Мүмкін тағы да бір өзіміздің әлгі бір абыройы бар азаматтар мүмкін бар шығарымда қазір. Іштекең қарама келіп отыр тойға. Тойдың иесі кім сонда? Бүгінгі көмектесіп. Со всех. Бүгінгі көмектесің. Смотрите, что она говорит. Заңға келтірмейді, она меня просит, чтобы я нарушил все законы и принял ее положение ее. Қазір міне басталып жатыр отопление. Біз істемейміз, тоқтап тұрмыз. Отопление каждый енді 150-200-ден. Ол тоқтамайтын дүние. Одан бөлек Семейде кезекті рейд барысында 100 адамға арнап үйлену той өткізген мейрамхана анықталды. Бұқаралық отбасылық шараларды өткізуге тыйым салынуына қарамастан той жүріп жатқан мейрамхана бар. Мейрамхана иелері өз мекемелерінің есіктерін жауып, келушілердің автокөліктерін мекемеден қашық жерлердегі көлік тұрақтарына қою сынды қулықтарға барған. Бүгін мобильдік топ той жүріп жатқан мейрамхананы анықтады. Болса да адамдар соны оқпай той жасап жатқаны енді өте дұрыс емес деп ойлаймын. 100-ден артық адам жиналған. Біз өздеріңіз үшін, өздеріңіздің жанұяларыңыз үшін, жақындарыңыз үшін сол тойға бармай-ақ қоюға болады ғой. 1 қазаннан бастап Семейде 112 рейдтік шара жүргізілді. 1543 кіші және орта бизнес нысандары тексерілді. 210 құқық бұзушылық анықталды.